Сәлеметсіздер ме? Логикалық тапсырмалардың 3-ші бөлімін қарастыратын боламыз. Жалпы өзіңіздің логикалық ойлау қабілетіңізді тексеру үшін қазір тапсырмалар шығатын болады. Соларды өзіңіз бірінші орындап, жауабын менімен бірге тексерсеңіз болады. Бірінші тапсырма: арыстан қонақтарды қарсы алды. Түлкі аюдан ерте, қасқыр қояннан кеш, аю қояннан ерте, жолбарыс қасқырдан кеш келді. Ең кеш келген кім? Қандай жануарға ең кеш келген табу қажет екен? Бізде айтқан, дәл осы сияқты мәтін есептерді шығару үшін жалпы мәтіннің ішіндегі кілт сөздердің барлығын анықтап алу қажет. Ол үшін былай екен: түлкі аюдан ерте дейді. Мұндағы түлкі аюдан ерте келген. Ал қасқыр қояннан кеш. Қоян бірінші келген, қасқыр қояннан кеш келген. Ал аю дейді, қояннан ерте дейді. Мұндағы аюымыз қояннан ерте келді. Қазір рейтинг номері бойынша дұрыс тұр, яғни аю қояннан ерте келді. Ал жолбарыс дейді, қасқырдан кеш келді. Мына 4 жануардың ішінде ең кеш келген бізде қазір қасқыр болып тұр. Ал сол жолбарыс деген қасқырдан да кеш келіпті. Мұнда бізде ең кеш келген жануар, әрине ол жолбарыс екен. Келесі: Мәди еңлік және ләззат дүкеннен циркуль, транспортер және калькулятор сатып алды. Мәдидің сатып алғаны калькулятор емес. Ләззаттың сатып алғаны циркуль емес. Еңліктің сатып алғаны калькулятор да, циркуль де емес. Кім не сатып алды дейді. Мына жақта кілт сөздерді қарайтын болсақ, бізде Мәдидің сатып алғаны калькулятор емес дейді. Демек, Мәди бізде циркуль немесе транспортер сатып алды. Енді А, В, С, Д, Е деген 5 варианттың ішінен Мәди калькулятор дегенді біз сызып тастасақ болады екен. Бұл бізде мұндағы С варианты Мәди калькулятор бізде қажет емес. Және де Е варианты Мәди калькулятор деген. Енді ары қарап, ләззаттың сатып алғаны циркуль емес. Енді ләззат циркуль деген қай вариантты тексеріп көрейік. Сол вариант бізде қазір қате болады. Мұнда В вариант мына ләззат циркуль деп тұр. Бұл бізге жарамайды екен бұл вариант. Мұнда ләззат транспортер, ләззат циркуль, Е вариант өшіріп тастап. Бізде қазір екі-ақ вариант қалды, А және Д. Енді мәтіндарға жалғастырайық. Еңліктің сатып алғаны калькуляторда, циркульда емес дейді. Демек, еңлік транспортер сатып алған. Мұндағы А, Д вариантты салыстыратын болсақ, Д вариантына еңлік калькулятор деген ол бізге жарамайды. А варианты есептің дұрыс варианты, себебі еңлік транспортер сатып алды. Ләззат калькулятор, Мәди циркуль. Барлығы мәтінге, жауаптың барлығы сәйкес келіп тұр екен. Енді келесі үшінші есеп. Дәл осы сияқты есептерді шығару үшін осындай варианттар арқылы есептерге мәтінді сәйкестендіріп отырсақ жеткілікті екен. Енді қараңыздар, мұнда үшінші есепте автотұрақта 5 машина бірінен соң бірі тұр. Волга Мерседестің алдында. Волга Мерседестің алдында тұр екен. 5 вариант тексеріп көрейік. Волга Мерседестің алдында. Мына үшеуі сәйкес келіп тұр. Д варианты Волга Мерседестің алдында тұр. Е вариантында Волга Мерседестің алдында тұр. Барлығы сәйкес келіп тұр екен. Ауди Тойотадан кейін дейді. Ауди Тойотадан кейін. Тойота алдында тұру керек, Ауди келесі тұру керек. А варианты жарайды екен. Мұнда В варианты Ауди Тойотадан кейін тұр. Ол да вариант жарайды. С варианты жарайды. Д вариантта жарайды, себебі Ауди Тойотадан кейін тұр. Е вариантында Ауди Тойотадан кейін тұр, Е вариантта жарайды екен. Мәтіндарға жалғастырайық. Мерседес Лексустың алдында тұр. Мерседес алдында тұр керек, Лексус кейін тұр керек. А вариантында Мерседес Лексустың алдында тұр. В вариантында Мерседес Лексустың алдында тұр. С вариантында Мерседес Лексустың алдында тұр. Д вариантында да Мерседес Лексустың алдында тұр. Е вариантында да Мерседес Лексустың алдында тұрған жоқ. Бізде Лексус Мерседестің алдына шығып кетті. Е варианты бізге жарамайды екен. Мәтіндарға жалғастырайық. Енді Лексус Тойотаның алдында тұр. Бізде Лексус Тойотаның алдында тұру керек. А вариантын наоборот Тойота Лексустың алдына шығып кетті. А вариант жарамайды. В вариантында Лексус Тойотаның алдында тұру керек. В варианты жарамайды. Лексус Тойотадан кейін тұр. С вариантында Лексус Тойотаның алдында тұр. С вариантында алдында тұр екен. Енді Д вариантында Lexus Toyotадан кейін тұр. Д варианты жарамайды екен. Бізде дұрыс вариант тек қана С варианты болады екен.
Так, келесі төртінші есеп. Асқар, Азамат және Абзал спорты ойындардың үш түрінен волейбол, баскетбол, футболдан жалпы Қазақстанның турниріне қатысты дейді. Асқар футболмен, баскетболмен айналыспайды. Онда Асқар бізде волейболмен айналысады екен. Футболмен, баскетболмен айналыспаса, волейболмен айналысады. Азамат футболмен айналыспайды. Азамат футболмен айналыспайды, ол демек волейболмен немесе баскетболмен айналысады. Бізде волейболды Азамат Асқар таңдап қойған еді. Онда бізде Азамат баскетболмен айналысады деген сөз. Ал үшінші бала бізде Абзал еді. Демек Абзал ол бізде футболмен айналысады. Абзал футболмен. Енді бізде Асқар волейбол, Азамат баскетбол. Так, қай вариант келді? Мына Азамат баскетбол бар екен, Асқар волейбол, Абзал футболның А варианты бар екен. Бұл бізде дұрыс вариант А варианты болады екен. Так, келесі есеп. Марат, Қанат, Жанат, Болат және Самат бір сыныпта оқиды. Олардың туылған күндері 17 мамыр, 23 мамыр, 17 маусым, 3 қараша және 3 желтоқсан дейді. Қанат пен Самат әртүрлі айларда туылған, бірақ туылған күндері бірдей. Ал Қанат пен Жанаттың туылған күндері бір айда, Мараттың туылған күні қыс айында дейді. Болаттың туылған күнін анықта дейді. Енді бұны да сәйкестендіру қажет екен. Бізде Марат, Қанат, Жанат және Болат, Самат бар екен. Олардың туған күні, яғни 17 мамыр біреуінікі, және де 23 мамыр, 23 мамыр, 17 маусым, 3 қараша, 3 желтоқсан, және 3 қараша, және 3 желтоқсан. Енді сәйкестендірейік. Мұнда бізде ең қажетті кілт сөз мына жерде екен. Қанат пен Самат әртүрлі айларда туылған, бірақ туылған күндері бірдей. Әртүрлі айлар, мысалы қазір бізде мамыр, маусым деген қарасаңыз, туылған күндері 17, бірақ әртүрлі ай. Және де сол сияқты бізде мұнда 3 қараша, 3 желтоқсан деген әртүрлі айлар, бірақ бірдей күнде екен. Осы екеуінің біреуі Қанат және Самат айлар. Саматтың туылған күндері екен. Мәтіндарға жалғастырайық. Ал дейді, қанат өзі бізде екінші кетіп жатыр. Мұнда бізде қанат деген қолданған еді жаңа, мына жерде тағы да қанат дейді. Қанат пен Жанаттың туылған күндері бір айда. Енді бұл жерде бірде айлар бізде тек қана мамыр айлары екен. 17 мамыр, 23 мамыр. Осы екеуі Қанат пен Жанаттың туылған күндері. Бірақ қайсысы екенін қазір білмейміз. Бірақ бізде жаңа мәтінде айтқан еді. Қанат пен Саматтың әртүрлі айларда туылған, бірақ туылған күндері бірдей. Демек, мұнда қанат деген екі рет қолданған. Қанат деген осы 17 мамыр немесе 17 маусым екеуі біреу еді. Біз қазір қанаттың туылған күні 17 мамыр екенін анықтады. Не үшін? Себебі Қанат пен Жанаттың туылған күндері бірдей айларда екен. Оның бірдей айлар тек қана мамыр айында ғана. Демек, Жанат 23 мамыр болады екен. Так, Самат, біздегі Самат ол 17 маусым. Себебі Қанат пен туылған күндері бірдей. Күндері болу қажет. Енді арға мәтін жалғастырайық. Мараттың туылған күні қыс айында деп. Мұнда қыс айы 3 қараша, 3 желтоқсан. Бізде қыс айы, әрине желтоқсан. Мұнда 3 желтоқсан бізде Мараттың туылған күні болады екен. Және де 3 қараша ол бізде 5 адам ол Болаттың туылған екен. Демек, бізде дұрыс вариант 3 қараша деген бұл бізде В вариант екен. Жалпы дәл осында логикалық тапсырмаларды шешу арқылы сіз өзіңіздің логикалық ойлау қабілетіңізді дамытатын боласыз. Алдағы уақытта біз көптеген логикалық тапсырмалардың видеосын шығаратын боламыз. Ол үшін каналға тіркеліп қойыңыз, және де біз шығарған видеоларды ең алғашқы болып сіз көре алатын боласыз.